Бүгін қарашаның 21-і сынып жұмысы 4 бүлік. Яғни бүгінгі өтетін тақырыбымыз сонымен 4 бүлік екен. Ал дәптеріңізге жазамыз. Қарашаның 21-і сынып жұмысы 4 бүлік. Амоним сөздер. Көп мағыналы және амоним сөздер. Енді көп мағыналы сөздер дегеніміз не? Екі немесе одан да көп мағынаға ие болуы сөздің көп мағыналы сөздер дейді. Мысалы, бас десек, бастапқы мағынасы адамның немесе жануардың басы.
Ал тағы да ненің басы бар? Таудың басы бар, тағы сөздің басы бар, жақсы. Енді ары амоним сөздер. Амоним дегеніміз не? Амоним дегеніміз жазылуы бір, бірақ мағыналары басқа сөздер. Мысалы, жаз десек, жаз дегеніміз жаз мезгілі, және дәптерге жаз десек, диктантты жаз десек, ол амоним. Амоним яғни жазылуы бірдей, бірақ мағыналары басқа сөздер. Дәптерге бір мысал жазып алайық. Бірінші бас. Адамның басы. Одан кейін таудың басы. Таудың басы. Өзеннің басы десек. Енді келесі бізде амоним сөзге мысалы жаз. Жаз дегеніміз. Мезгіл. Жаз мезгілі. Және мысалы диктантты жаз, жазыққа дәптерге балалар жазып отырамыз. Жақсы. Дәптерге жазып аламыз. Енді балалар мысалы дәптерге жазып алса, 5-ші тапсырманы орындаймыз. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада бізге берілген төмендегі сөздердің көп мағыналы және амонимдік тіркесін құра дейді. Бұл жерде бізге берілген сөздер қала, түз, құлақ деген сөздер берілген. Тақтаға кім келеді? Одан кейін келесі, 3-ші топта кім шығады? Қала. Дәптерге бәрін жазып отырамыз тапсырманы. Келесі 3-ші сөзге Ерасыл. Дәптерге жазып отырамыз. Тапсырма. Халық ұғымында әр малдың иесі, түрі бар, әр малды өзінше шақырады. Осыларға байланысты атаулар мен сөздерді кестеге салып толтырдық. Яғни қазір біз осы тапсырманы орындап жіберейік. Жаңа ғана біз жаңағы бейнежазбада көргенбіз, малдарды қалай шақырады. Енді қараймыз. Бірінші түйе. Түйенің иесі түрі кім? Оны қалай шақырады? Жылқы. Жылқының иесі? Оны қалай шақырамыз? Сиыр. Сиырдың түрі? Зеңгі баба. Оны қалай шақырамыз? Қой. Қойдың иесі? Оны қалай шақырамыз? Ешкі. Ешкінің түрі? Шешек ата. Оны қалай шақырамыз? Шөре деп шақырамыз. Жақсы балалар, енді осы тапсырманы дәптерге орындаймыз. Дәптерге орындаймыз. Кім бірінші орындап болады, алып келіп дәптерді тексертеміз. Факт әдісі арқылы қазір мен сендердің алдарыңа суреттің қиындыларын берем. Осы суреттерді құрау арқылы сендер осы қандай сурет шықты
құрастырамыз бәрін, иә? Одан кейін шағынға мәтін құрайық. Бәрін бірге. Қайсы топ құрады? Қандай сурет шықты? Жылты шығыпты, иә? Сендер құрай алдыңдар ма? Жақсы, аға. Сендерде қойдың суреті шықты. Сендерде сиырдың суреті шықты. Енді осы сурет бойынша шағын ғана мәтін құрап жібереміз, иә? Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталып қалды. Қазір біз 5 саусақ әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған құнды мәселелерің қандай болды? Мен топтан қалай жұмыс жасадым? Соны мына 5 саусаққа жазып тақтаға ілеміз. Жаза қойыңдар. Балалар, жазып болсаңдар тақтаға алып келіп ілеміз, иә? Бәрін бір ортаға жинаймыз.